Сәлем достар, видеомды көрмес бұрын каналыма тіркеліп, лайк басып, өз пікірлеріңізбен бөлісе кетіңіздер. Бүгінгі тақырып картоптың адам ағзасына пайдасы мен зияны. Күнделікті тамаққа қолданатын картопымыздың пайдасы мен зияны жайында ақпарат беретін боламын. Картоп сөзсіз үстелдегі ең танымал және құрметті көкөністердің бірі. Одан да және оның қатысуымен керемет мөлшерде тағамда дайындалады. Әрине, картоптың пайдасы мен зиянын ұзақ жылдар бойы дәстүрлі медицинада да, диетологтарда зерттелді. Картоптың пайдалы қасиеттері. Картоптың үлкен пайдасы олардың керемет қоректі құндылығында. Бұл тамыр көкөніс көмірсуларға өте бай, оның негізгі крахмал. Сонымен қатар картоптың көптеген ақуыздар мен минералдар, тұздар бар. Және олардың құрамында өсімдік тағамдарына кездесетін барлық амин қышқылдары бар. Картопта С және Р дәрумендерінің едәуір мөлшері көп. Картоптың артықшылығы оның 300 граммында адам ағзасына арналған күнделікті дәрумендердің мөлшері бар. Сонымен қатар зерттеулер көрсеткендей, картопты күнделікті тұтыну цинга ауруының алдын алады. Дәрігерлер картоптың пайдасы әр түрлі аурулардың емдеуге арналған тамаша өнімі екенін айтады. Көптеген картоп тағамдары диеталық деп жіктеледі және гастрит, қант диабеті, артрит және ас қорыту жүйесінің бұзылуы мен бұзылуы сияқты ауруларға тағайындалады. Картоптың пайдасы оның құрамында көп мөлшерден талшықтың болуында екені белгілі. Талшық адамның ас қорыту жүйесінің жұмысын жақсартып және организміне әр түрлі токсиндерді белсенді түрде шығаруға ықпал етеді. Сонымен қатар, талшық асқазан, ішек және ас қорыту жүйесінің басқа компоненттерінің ауруларын алдын алу өте маңызды рөл атқарады. Картоп жүрек қан тамырлардың аурулары бар адамдарға пайдалы. Картоптың артықшылықтары калий сияқты микроэлементтердің көп мөлшерден және оның жүрек жұмысының әсер етуіне байланысты. Сонымен қатар картоптың пісірілген күйінде жеу ұсынылады, өйткені оның құрамында калий көп сақталады және бұл қан қысымын төмендетуге көмектеседі. Сондай-ақ картоптың пайдасы олардың қабығында. Олардан түйнектер әдетте тазартылады, содан кейін лақтырылады. Қызықты фактор, бұл қабықтың витамині мен минералдар құрамға бай екендігін, пилингте потенциалды арттыратын заттар бар екендігін растайтын зерттеулер бар. Дәстүрлі емшілердің шикі картоптың артықшылығы олардың терінің зақымдалған жерлерді емдеу үшін қолданылады мүмкіндік деп санайды. Экземадан кейін күйіктен құтылу үшін оларға шикі картопты жағылады. Сонымен қатар картоптың пайдасы картоп шырынынан табылған. Бұл денеде қабынуға қарсы процестердің белсендіретін күшті агент. Сонымен қатар көп ұзамай зерттеулерде картоп шырынының қатерлі ісікпен күресуге пайдалы екенін көрсетілген. Суық тиюде емдеу үшін ингаляция пісірілген картоптан ыстық бу үстінде қолданылған. Ол үшін картопты қабығымен қайнатып, суды ағызып, будың үстіне дем алыңыз. Косметологияда картоп жасалған маскалар беттегі ісікті кетіру үшін қолданылады. Картоп шырыны крахмалдағы ағаштың түсуін емдеудің бір ретінде қолданылады. Зияны. Бұл сүйікті тамыр көкөніс қаншалықты пайдалы болса да, картоптың зияны да әсер етуі мүмкін. Факт мынандай. Картоптың сақтау кезінде бірте-бірте оның терісінің астында салонин деген күшті улану жиналады. Бұл зат, мысалы, ұрықтың ақауларын тудыруы мүмкін. Ең күшті тератоген болып саналады. Сондықтан жүкті әйелдерге картопты өте сақтықпен жеуге кеңес беріледі. Оның үстіне қыста ұзақ сақталған кезде қабығының қабатын мүмкіндігінше қалың етіп тазалау ұсынылады. Қуырылған картоп, елдік стиль, сондай-ақ чиптерді көп жемеуге тырысыңыз. Бұл өте жоғарғы калориялық тағамдар ғана емес, олар канцерогендермен қаныққан. Картоп құрамында крахмал көп болғандықтан йод ағзаға мүлдем сіңбейді. Сондықтан қалқанша без ауруы бастайды. Аурулар осының негізінде дамиды. Гипотериоз, онкологиялық аурулар, крахмалдардың өзі адам ағзасына сіңбейді. Егер организмде крахмалдың ассимиляциясына қажетті биологиялық белсенді заттар жеткіліксіз болса, онда ол жиналып
асқазанды ыдырап бұзулардың тудыру мүмкін. Капиллярлық торды беттеп тастауы мүмкін. Сонымен қатар қақмал мен судың қосылуынан пайда болған глютен 12 ел ішек пен аш ішекті қаптайды. Бұл өз кезінде дәрумендер мен минералдардың нашар сіңуіне әкеледі. Калориялық мөлшері жоғарғы басқа көкөністерге қарағанда 2-3 есе жоғарғы, өйткені картопта көмірсулар өте көп. Сондықтан артық салмаққа бейім адамдар картопқа тәуелділікті шектеу керек. Картоптың химиялық құрамы тағамдық құндылығы витаминдер, макроэлементтер, элементтер, ақуыздар, майлар, көмірсулар, диеталық талшықтар, соның 2,9% су екен. С, Е, В1, В2, В4, В5, В6, В9 деген витаминдердің барлығы картоптың ішінде кездеседі. Калий, кальций, магний, натрий, фосфор, кремний, хлор, темір, марганец, мыс, селен, мырыш, хромның барлығы осы картоптың ішінде кездеседі екен. Ал достар, күнделікті қолданып жүрген картоптың пайдасы мен зиянын толық айтып кеттім деп ойлаймын. Егер ақпаратым пайдалы болса, видеомды соңына дейін қарап, лайк басып, өз пікірлеріңізбен бөлісе кетіңіздер. Алдағы уақытта картопты қалай қолдану керек екенін енді өздеріңіз түсінген шығарсыздар. Картопты өте көп жейтін, жақсы көретін достарыңызға жібере отырыңыздар.